Сәлем достар, бүгін бізде жаңа заман технологиялары екінші шығарылым. Бүгін бізде қонақ үй бизнес жайлы, одан соң қайырымдылық бизнес жайлы, одан соң мынандай трактор, бульдозер сияқты бизнестер жайлы талқылайтын боламыз. Дәл осы бизнестер қалай істеліп жатыр, қандай инвестиция тартқан деген сияқты. Видеоны жалғастырмас бұрын достар, каналға тіркеліңіздер және де қоңыраушаны басыңыздар. Сол арқылы сіздер бізге қолдау көрсеткен боласыздар. Сонымен достар, бүгін бізде бірінші бизнес идея Элис компаниясы. Элис компаниясы постельный белье арқылы миллиардный компания жасаған, бірақ сену өте қиын, бірақ бір осы арқылы жасаған екен. Бірақ енді услугаларын көрейік, берді постельный белье да жасайды, мынандай бәлелермен күресу, одан соң Элис чисті. В общем, қонақ үй сондай жұмыстар, үлкен-үлкен нәрселер бойынша, солар тазалау бойынша бүкіл нәрсені өздеріне алып отыр бұл компания. Жалпы мына нәрсемен өтті Алматыда бұны істеуге болады бізге. Мына қараңызшы, мына нәрсемен көп шаққан, қандала шаққан біздер осындай бір вредитель дейді ғой, көріңізші. Осы нәрсемен жаман көп шаққан. В общем, бізде кеп тазалап кетеді, апшағанша, бірақ қайттан кеп шағады адам мен шаққан. Реально нервыма тикен несі. Мына көрсеңіздер болады видеоларын. Яғни бағана постельный белье деген нәрсе, бұларда мысалы бұл бағана нелерде, қонақ үйлерде ең үлкен проблема бұл. Сол проблеманы бұл Элис компаниясы шешіп отыр. Жалпы бізде конкурент жоқ, конкурент болса да аз, ешқандай компания дәл осы сияқты сервис көрсетіп отқан жоқ. Бұны біз Қазақстанда істесек болады. СНГ-да әлі осы сияқты істелген компаниялар жоқ. Міне көретін болсақ, өте старый компания екен, қараңыздар достар. 1883 жылы құрылған компания. Енді ғана несін беріп отыр, жемісін беріп отыр, өзінің бизнес шарықтау жегіне жетіп отыр. Миллиардный стоимость, компанияның стоимості. Яғни бұдан келеді қорытынды достар. Бірінші команда емес, бірінші ақша емес, ең бастысы сіздің бизнесіңіз өз уақытында туылды ма, сол өз уақытында құрылды ма деген нәрсе. Дәл осы бизнес қазір дәл Қазақстанда істеуге болады. Істесеңіздер болады достар. Екінші бізде Benefiti компаниясы, яғни қайырымдылық. Используйте силы добра. Жалпы бұл компания сияқты Apple, Google, Microsoft сияқты ең үлкен компаниялар, Coca-Cola сияқты компаниялардың сотрудниктер бір жұмыс істеген кезде бонус алады ғой. Сол бонустарын белгілі бір проценті немесе бонусын сол қайырымдылыққа беру. Сол арқылы бұл компаниялар содан процент алады, сол арқылы бұл ақша табады. Қазақстанда мүлдем жоқ, СНГ-да да жоқ. Қазақстанда осыны істесек болады. Бұл B2B, яғни осында бізде Қазақстанда үлкен-үлкен компаниялар бар ғой, аты шыққан деген сияқты. Сол компаниялармен BI Group деген сияқты компаниялармен келісіп, олардың барлығына бонус бар, немесе біздегі бизнес бастаумен келіссеңіз, барлықтар қайырымдылық үшін десе, барлығы береді деген ойдамын. Бұл болашақтың нәрсесі. Істеп көрсеңіздер болады. Мінекей видеосын қараңыздар. О, прекрасно. Міне көріп отырсыздар. Клуб бір жағынан көмектеседі, өте супер идея достар. Бұл нәрсенің болашағы бар, ешқашан өлмейді, адам жақсылық жасаудан ешқашан шаршаған емес. Сондықтан да бұл нәрсе өте перспективна идея. Яғни инвестиция тартқан, қарасаңыздар 38 миллион инвестиция құрылған жылы 2008 жылы құрылды достар. Бірақ Қазақстанда дәл осындай бизнес моделмен шыққан ешқандай компания жоқ. Қазақстан түгілі бүкіл СНГ-де жоқ. Дәл осы нәрсені біз істесек болады достар. B2B жақсылық жасайсың, бір оқпен екі қоян, жақсылық жасайсың, екіншіден ақша да табасың достар. Осы идея супер идея, барлықтарыңызды осы идеяны істеуге шақырамын. Бізде келесі идея достар, бізде келесі компания Iron Planet компаниясы. Өздеріңіз білесіздер, трактор сатып, бульдозер сатып көбінің қолынан келген достар. Бірақ осы американецтер шығарған осы платформаны, осындай үлкен-үлкен бульдозер, осындай техникаларды, қымбат техникаларды сататын платформа бұл. Жалпы интернет магазин бір жағынан қарағанда. Жалпы беруде өздеріңіз білесіздер, үлкен компаниялар бар. Мысалы бір объект істейді, одан кейін сол объектке байланысты үлкен-үлкен техникалар сатып алады адамдар. Мысалы мынау сияқты грузопер самое сельское хозяйство сатып объект біткен екен, бұл техникалар керек емес болып қалады көп жағдайда. Содан кейін олар қайқа жіберілмейді, біреулер салып кетеді, біреулер өзіңіз тұрып кетеді жалпы. Осы компания осындай сервис ойлап тап, осындай сервис шығарған, просто B2B.
осындай нелерді техниканы саласың и соны аукцион арқылы сатып аласың. Мысалы кіріп көрсек болады, мінекей. Мысалы 22.000 евро, біз 23.000 деп жазатын болсақ, ертең бізде не болады? Кім көп қояды, сол ұтады жалпы. Бұдан енді өте үлкен, бұл жерде бас ауыру деген ештеңе нәрсе болмайды. Бұл жерде мысалы платформа үшін 1% ғана алатын болса, осы продажадан, соның өзі үлкен ақша, себебі бұл жерде техника, маржа үлкен бұл жерде. Супер идея, достар. Бізде Қазақстанда жоқ, бізде BI Group, Базиса деген үлкен строительный жасайтын компаниялармен связьға шығып істесек болатын жұмыс. Жалпы айтқан кезде мінекей видеосын қарасақ болады. Мінекей астына нелері біз қалай істеліп жатыр. Мына аукцион арқылы болып жатыр жалпы. Ұсынылады өзің тауарын. Мінекей достар. Одан кейін мына Iron Planet, мына көріңіздер, 1999 жылы құрылған екен достар. 1999 жылы құрылған компания, 147 миллион инвестиция тартқан осы күнге дейін. Бірақ енді көріп жатсыздар, өзінің шарттау шегіне міне дәл осы 2019 жылы, арадан 20 жыл өткен кезде істеп отыр достар. Енді бұдан шығатын қорытынды не достар? Әр бизнестің өзінің уақыты келген кезде ашылған дұрыс. Бірінші ақша емес, бірінші не команда емес. Ең бастысы бизнес өзінің уақытында, бірінші сол маңызды екен. Мінекей достар, бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Сіздермен болған мен, Шерім Сапаралы Орынтайұлы. Егер мен берген ақпаратым, бизнес идеялар сізге пайдалы болған болса, онда мен өз мақсатыма жеттім. Достар, ұмытпаңыздар, каналға тіркеліңіз және қоңырау шамын басыңыздар. Қош, сау болғанша келесі шығарылымға дейін. Жақсы.